Бұл Байқоңырдың іргесінде тұрған Төретам елді мекені. Мына көп қабатты үйлер сырты көзге ғана етек жеңі жинақы көрінеді. Ал бірақ тура мағынасында сырты бүтін, іші түтін. Мұнда тұрмысқа аса қажетті нәрселер ауыз су мен жылу атымен жоқ. Жығылған үстіне жұдырық болған және бір жайт, бірнеше апта бұрын осы өңірдің әкімі әй-шайсыз вокзал төңірегі үйлерінің дәретханасын түгел күретіп тастаған. Туалеттің жоқты, мынау үйден шығаттан дәрісінде бұрышқа мінекей. Мынау кіші дәреті, мынау үлкен дәрет жатқан, иті де, құсы да, малы да бәрі осы жерде. Мынау үйдің арған келесі, мынау үйдің арт жағы бош, үлкен дәрет үйдің артында отырады. Бәрі бірге отырады. Бәрі бірге отырғанда енді, даже өтіп баратқанда қуысқа қарамаймыз. Қарауды қойдық, біреу отырма, ыңғайсыз болар деп былай қарап өтеміз. Көшеге отыра салуға ұялатындардың да көштен озғаны шамалы. Ақылы дәретхананың алдына кезекке тұрып, 5 рубль төлеп түзге шығуға мәжбүр. Қолыңыздағы не аға? Ол рубль, осының ақшасы. Осы ақшамен сауда істейміз, магазиндерге барамыз, базарға барамыз. Бұл рубльменен теңге біз жоқта бірдей жүр, бірақ енді мынау Рубль басым. Рубль енді біздің теңгеден 5 есе басым. Вокзал дәретханасының қожайыны жұрттың жағдайын түсінеді ау, бірақ қызметті тегін көрсетуге құлқы жоқ. Қайтемін енді, бизнес наты бизнес деп отыр. Ресей рубліне Төретамның дәретханалары ғана қарап отырған жоқ. Олалы емес па, мен 5 рубль алам, мен арен төлеймін. Байқоңырдың сыртында жатса да Төретамдық қазақтар орыстың ақшасы рубльмен жалақы зейнетақы алады. Ақпандағы девальвациядан кейін теңге тіпті қағаз құрлы болмай қалды дейді мұндағылар. Қанша болды? 1 килограмм болды ма апа? Мен сізге қанша берем? 50 рубль берем ба? 55 болады, 50 береді. 50-ге болады, Естеріңізде болса, Ресейдің бір емес бірнеше зымыран тасығышы тап осы Байқоңырда апатқа ұшырап, жарылыс кесірінен улы гептил ауаға тарап, топыраққа сіңіп кеткенін білесіздер. Төретамдық Алмазбек Шенгелбаевтың айтуынша, сол жағдайлардан кейін төңіректегі тұрғындарға тегін жер бөлінеді деген сыбыс шыққан көрінеді. Алайда халықтың қамын ойлағандар ең алдымен өңірдегі жаппай жұмыссыздық проблемасын шешулері керек емес пе? Онсыз да у жұтып отырған елге улы жерді кесіп таратқаннан қай мәселеміз оңалмақшы екен дейді жергілікті тұрғындар. Қайтеміз еді, ауылда жұмыс жоқ, одамасы ауылдан істер еді. Ауылда отыр. Мынау неге барсақ, ауылда жұмыс істейді ба, Байқоңырда бұл прописка сұрайды. Төретамский прописка қабылданбайды. Пенсиондар сізден алам. 4 мың рубльім бар мектепте, 3 мың рубльім. Теңгем құны аз, Құны аз. Нағыз Жалымбетова вокзалда ұсақ-түйек саудамен айналысады. Сонысына орай бақылау өткізу пунктінен өтудің қиындығын бір кісідей тартып келеді. Ал екі ел арасындағы кептел дауынан кейін күзет аймағына кіріп шығу тіптен азапқа айналды деп отыр. Қонақ күту өте қиын, Қиын ғой, Бәрі айтады, сіздердің бар ұшы түрмеге барған сияқтымыз дейді. Байқоңырдағы қандастарымыздың жай-күйі ауа райынан бетер ауыр. Бір жағынан өңірдің бұзылған экологиялық ахуалы, екінші жақтан қазақтардың аса төмен әлеуметтік статусы қыспаққа алуда. Ондағы ел мүмкіндік болса Байқоңырдан аулақ кеткісі келеді. Қазақстанның билігі жүріп жатқан жоқ бізге. Бізді мысалы Төретам Байқоңырды арендаға берген ба? Арендаға бергеніне қарсы емеспіз, ақшаны істесін үкімет. Бірақ екі халықты бірдей теңеу керек барлық жағынан. Рухани жағынан да, материалдық жағынан да тең болу керек. Неге қазақ жігіті 10 мың рубльмен жұмыс істейді? Неге орыс жігіті 10 мың доллармен жұмыс істейді? Мен соны түсінгім келмейді. Неге азамат 50 мың теңгеменен бір ай жұмыс істеу керек? Ол азаматтың 50 мың теңге қара басына жетпейді. Оның семьясы қалай күн көреді? Ұрлық істейік десек сотталамыз, жұмыс істейік десек жұмыс жоқ. Байқоңырда тұратын қазақтарда шіріген жұмыртқа деп мен өзім лично айтамын. Айта аламын да, ұялмаймын оған айтуға. Байқоңыр мен Төретамдағы қандастарымызбен ұзақ әңгімелесіп, хал ахуалдарына терең үңілудің сәті түспеді. Өйткені аттап бассаны алдынан шығатын тәртіп сақшылары не мақсатпен барғанымызды қазбалап сұраумен болды. Байқағанымыз полиция өкілдері